Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi amma ba'd. Құрметті мұсылман бауырларым, қазіргі таңда ең атымен өшіп қалған сүннеттердің бірі ол сәлде. Нәби саллаллаху алейхи вассаламның киген тәжі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның киген сүннеті, тағы барлық періштелердің киген сүннеті ол сәлде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан біраз хадистер келеді, оның ішінде даиф хадистер, әлсіз хадистер, сахих хадистер бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сәлде киген, тағы сәлдеге бұйырған. Имам Термези рахималлах келтіретін бір хадисте бір намаз сәлдемен оқыған 70 намаз сәлдесіз оқығандан абзал деп келеді. Немесе басқа бір хадисте Нәби саллаллаху алейхи вассалам сәлде періштелердің киген сүннеті, тағы арабтың тәжі дейді. Қашан араб сәлдені тастаса, өз құрметін, өз иззатын тастайды деп келеді. Нәби саллаллаху алейхи вассалам Меккені фатх қылғанда қара сәлдемен артындағы құйрығын екі иығының артына тастап келді деп келеді хадистерде. Жалпы сәлде фиқ мәселесінде бір сүннет зауаиди болып қаралады, бірақ біраз фазилаттары бар, біраз сауаптары бар сәлде сүннет болып есептеледі. Сәлде тек қана ғұламаларға емес, бүкіл қарапайым мұсылмандарға да тағуға бір жақсы сүннет. Оны тек қана ғұламалар тағу керек, имамдар тағу керек деген түсінік, тұжырым қалыптасқан, ол дұрыс емес. Сүннет жалпы мұсылмандар, қарапайым мұсылмандарға оның ұзындығы бөлінеді, ғұламаларға бөлінеді, қазыларға бөлінеді, тағы мужахидтерге, жахад жолына шыққандарға бөлінеді. Қарапайым мұсылманға 3,5 метр сәлде орау сүннет, одан төмен сәлде жоқ. Оны имам Абдул-Хақ Дехлауи рахималлах Мадариж ан-Набуатта келтіреді, тағы имам Термези рахималлах Шамаил Термезиде келтіреді. Енді одан ұзындығы да болады, мысалы 7 метр ғұламалар тақса, қазылар 12 метр тақсын, тағы 17 тағы 25 метр оны жахадқа шыққан қазылар, мужахидтер тақса болады деп келтіреді. Абдул-Хай Лакнауи рахималлахда Мәжму фатауада осы мәселені қозғайды, яғни қанша метр ұзындығы болу керек дегенді. Оның сүннет түсі жалпы көп хадистерде келеді. Нәби саллаллаху алейхи вассалам қара түспен сәлде кигені көп келеді, сондықтан оны абзалы қара түспен тағу. Кейбір хадистерде ақты да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйырады, яғни ақ киім киің, өлілерге де ақ киім қолданың деген. Ақ киім да, яғни ақ сәлде де болса, ол рұқсат. Тағы періштелердің жасыл сәлде орағаны хадистерде келеді. Қай түсі тақсаңыз да болады, бірақ абзалы сәлденің қара сәлде немесе ақ сәлде болып есептеледі. Енді оның орауының өздері, сәлденің өз тәсілі бар, жолы бар. Орайтын кезде тұрып қыблаға қарап орау керек, айнаға қарап орау керек. Жаңағында айтқан, оның ұзындығы 3,5 метрден аз болмау керек. Тағы оң жақтан орау керек. Бұлай таза, бұлай айтқанда әрбір орағанда бір салауат айту керек, тұрып орау керек, тақияның сыртына орау керек, құйрығын шығарып тұру керек дегендер, ол тақия сәлденің сүннеті ол есептеледі. Алла субхану ва тағала сәлдені орауға баршамызға насіп қылсын, иншаллах, пайғамбардың сүннетімен жүруді. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.